Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өткізгіштердің меншікті кедергісі тақырыбына есептер шығарамыз. Алдымен бірінші есептің берілгенін оқиын. Қимасы 0,2 мм квадрат, ал ұзындығы 200 метр болатын мыс өткізгіштің кедергісін табыңыз дейді. Берілгенін жазайық. Көлденең қимасының ауданы беріліпті. S 0,2 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі метр квадрат болады, егер ол 0,2 мм квадрат болса. Ал ұзындығы 200 метр дейді. Осы мыстан жасалған дейді, демек мыстың меншікті кедергісі керек. Меншікті кедергісі мыстың 1,68 көбейтілген 10-ның -8 дәрежесі 10 көбейтілген метр екен. Енді бізге осы өткізгіштің кедергісін тап дейді. Яғни ерді есептеу керек. Өткен тақырыпта теориялық бөлімде біз бұның формуласын өткенбіз, яғни ер тең болады ρ L бөлінген S. Енді орнына қойып мәндерін есептейік. Р'мыз бізде 1,68 көбейтілген 10-ның -8 дәрежесі 10 көбейтілген метр. Көбейтеміз. Біз миллиметр квадратты айналдырып қойдық метр квадратқа. Демек S бізде 0,2 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі метр квадрат, және ұзындығы 200 метр дейді. Енді есептейтін болсақ, 10-ның мұнда -8 дәрежесі, ал мұнда -6 дәрежесі. Және 0,2-де 10-ның -2 дәрежесі бар. Демек бөліміндегі және алымындағы -8 дәрежелер қысқартылады екен. Және 200 бен мұнда 0,2-ның 2-сін қысқартып жүреміз. Сонымен бізге 1,168-ді 100-ге көбейту керек болады. Ол бізде 168 Ом деген сөз. Яғни бұл өткізгіштің кедергісі осындай болады екен. Енді келесі екінші есепті талдайық. Берілгені 2,125 ампер тоқ жүрген көлденең қимасы 3,5 мм квадрат, ұзындығы 14 метр, алюминий өткізгіштің ұштарындағы кернеуді табыңыз депті. Екінші есеп. Берілгені тоқ күші 2,125 ампер дейді. Және көлденең қимасы өткізгіштің 3,5 мм квадрат, 1 метр квадратқа айналдырып кетейік. 3,5 көбейген 10-ның -6 дәрежесі метр квадрат болады. Бізге осы ұзындығын беріпті өткізгіштің 14 метр дейді. Бұл өткізгіш алюминийдан жасалған екен. Алюминий үшін ρ тең болады 2,7 көбейтілген 10-ның -8 дәрежесі 10 көбейтілген метр екен. Бізге табу керек осы өткізгіштің екі ұшындағы кернеуді. Әрине, Ом заңы бойынша кернеуді егер кедергі белгілі болған жағдайда тоқ күшімен кедергіні көбейтіп табатын едік. Балалар, бірақ бұл жерде бізге кедергі белгісіз. Онда алдымен кедергіні есептеп алайық. Ер тең болады ρ L бөлінген S. Орнына қоятын болсақ, мәндерін ρ бізде 2,7 көбейтілген 10-ның -8 дәрежесі 10 көбейтілген метр. Және ұзындығын берген өткізгіштің 14 метр. Көлденең қимасының ауданы 3,5 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі метр квадрат. Орнына қойып, ердің мәнін есептейтін болсақ, бізде 10,8 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі 10 екен. Яғни кедергісі өте кішкентай екен. Енді осыған сәйкес келетін кернеуді есептеу үшін, уды есептеу үшін, осы тоқ күшімен ерді көбейтеміз. Ал тоқ күшінің мәні бізде 2,125 ампер. Көбейтеміз 10,8 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі 10. Көбейтетін болсақ, бізде кернеуі шығады. Жоқтаған кезінде 0,24 вольт шығады екен.
Яғни бұл өткізгіштің екі ұшындағы кернеудің мәні осыған тең екен. Келесі үшінші есебімізді қарастырайық. Үшінші есепте былай дейді: көлденең қимасы ауданы 0,5 миллиметр квадрат, ұзындығы 4 метр сымның меншікті кедергісін тап дейді. Егер ондағы кернеу 9,6 вольт болғанда, сым бойынан 2 ампер ток жүретін болса деп. Алдымен берілгенін жазып алайық. Яғни көлденең қимасының ауданы 0,5 миллиметр квадрат. Демек бізге бұны метр квадратқа ауыстыру керек болады. 0,5 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі метр квадрат. Және ұзындығы беріліпті L 4 метр. Бізге айтады, осы өткізгіштің кернеуін 9,6 вольт қып жасасақ дейді, оның бойынан жүретін ток 2 ампер болар еді. Енді бізге осы өткізгіштің меншікті кедергісін тап депті. Яғни роны табу керек. Егер біз кедергі белгілі болса, бізге онда біз мына формуланың көмегімен ақ роны есептей алатын едік. Бірақ бұл жерде бізге кедергі жоқ. Енді бірінші кедергіні тауып алайық. Ом заңы бойынша кедергіміз кернеуді ток күшіне бөлгенге тең. Орнына қояйық, кернеуіміз 9,6 вольт бөлеміз 2 амперге. Тең болады 4,8 ом. Яғни өткізгіштің кедергісі 4,8 ом. Енді бізге меншікті кедергіні табу керек. Ол үшін жалпы формуланы жазайық. L бөлінген S. Осы жерден роны өрнектеп алатын болсақ, R мен S көбейтіледі, оны L-ға бөлеміз. Яғни R көбейтеміз S-ке, бөлеміз L-ға. Енді мәндерін орнына қояйық. Ро тең болады. R бізде жаңа таптық. 4,8 ом. Көбейтеміз. Есіміз бізде 0,5 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі метр квадрат. Бөлеміз. Ауданы бізде, ұзындығы бізде 4 метр. Яғни ауданы қойдық, енді келесі ұзындығын қойдық 4 метр. Яғни барлық мәндерін орнына қойдық. Енді есептейтін болсақ, 0,6 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. Ал меншікті кедергінің өлшем бірлігі ом көбейтілген метр болады екен. Демек, бұл өткізгіштің меншікті кедергісі осыған тең деген сөз. Балалар, бүгінгі меншікті кедергі тақырыбына шығарылған 3 есеп сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер қандайда бір түсініксіз жері болса, осы видеоның астына сіздер пікір қалдыра аласыздар. Мен сіздерге жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.